Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пеште пісірілген және қуырылған пирожки дайындайтын боламыз. Бұл пирожкидің қамырын ашытып, оны ұзақ уақытқа қойып күтіп жүрудің қажеті жоқ. Ашыта салысымен пісіре бересіздер, сонымен қатар өте жақсы көтеріледі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге қайталап жасаңыздар. Ең алдымен салмасын жасаймыз. Ол үшін картоптың қабығын аршып тазалаймыз. Қоспалардың нақты мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Аршылған картопты тазалап жуып, видеода көрсетілгендей дөңгелек тәріздес етіп турап шығамыз. Кастрюльде қайнап тұрған суға салып, картошкаларымыз жұмсарғанша пісіреміз. Келесі бір пияздың қабығын аршып, жуып, тазалап, видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін қызып тұрған табаға май құйып, пиязды қызарғанша қуырып аламыз. Біздің картоп пісті, суынан сорғытып, жаңағы қуырылған пиязды үстіне саламыз. 1 шай қасық қаймақ, жарты шай қасық тұз салып, езгіштің көмегімен барлығын біркелкі массаға келгенше езіп шығамыз. Мінекей бізде осындай салма дайын болды. Қамырын жасаймыз. Үлкен шұңқыр ыдысқа су құямыз. Оның үстіне қант саламыз, тұз саламыз және де ашытқы салып, барлығын жақсылап араластырып, ашытқының жұмыс жасауы үшін 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Ашытқы көтерілгеннен кейін осы суға ұнды аз-аздан салып бастаймыз. Бірінші 3 қасық ұн салып, араластырып, үстіне 3 ас қасық қайнаған су құямыз. Осыдан кейін қалған ұнның барлығын қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін барлығын бірдей өлшемде дөңгелек пішіндес етіп бөліп шығамыз. Әр бөлікті оқтаудың көмегімен жұқа дөңгелек етіп жайып, салманы салып, видеода көрсетілгендей түйеміз. Жартысын пеште, жартысын майда қуырамыз. Барлығын формаға орналастырып, үстіне 1 жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. 180 градуста 30-35 минут қызарғанша пісіреміз. Қалған пирожкилерді қызып тұрған майда 2 жақ бетіне ауыстырып, қызарғанша қуырып аламыз. Майынан жақсылап сорғытамыз. Мінекей біздің пирожкилеріміз дайын болды. Өте дәмді, әрі жұмсақ, сонымен қатар жақсы көтерілді. Уақыт тығыз болып қамырдың көтерілуін күте алмасаңыздар, онда менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Видеоны лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!